Ассалаумалейкум достар, 22 тамыз Алматы Ұзынағаш мал базары. Жылқы ірі қара қой рет-ретімен түсіріп беремін, соңына дейін көріңіздер. Арықтау еркектай 220 дейді. Маған мінгі еркектай 270 мың дейді. Еркектай 270 сауда бар. Кішкене үлкендеу тайлар, бұлар да 270 дейді еркек. Арық сорғаш екен. Бесе ұрғашы біреу еркек дейді. 300 мыңнан сауда бар. Семіз түлеп атқан 9-10 жасар бие бар екен. 640-қа бермедім дейді. Құлынды биелер 600 мыңнан бағатыр. Мына кемпір байтал бар екен, сатылды 380 мыңға. Мына құнан көк, бірақ 1,5 жасар оғанда 380 сұрап сауда бар. Ар жағында тұрған тай 250 мың дейді. Мына кішкентай құлын 105 мыңға алынды. Еркек тай 260 мың дейді. Екі бағылған тай бергісі сатылды 430 мыңға. Әлі негізі бір айдай тұрса жетеді. Арғысы 410 мың дейді, сауда бар. Мына құнанға өшім 430 мың сұрап жатыр. 7 жасар, семіз енді байланған айғыр 500 мың болса берем дейді. Ана жақта саудаласып жатыр, 500-ден кішкене төмен сұрап жатыр. Здоровый енді. Достар, назарларыңызға 5 жасар көк айғыр, бойының биіктігі 174 см, жалпы өзіңіз байқағаныңыздай тұяғы дене бітімі өте келіскен, өте бодыр айғыр, бірақ ешбір жаман мінез жоқ екен. Тістеу, тебу деген ондай жоқ, жұп-жуас. Үйірді көрді, смело үйірге қоссаңыз болады. Қазір шілде жемін жеп жатыр, 10 килограммдай күніне суыту үстінде. Келешегі өте мол, зор ат, номер экранда тұр, бағасы келісімді. Тікелей хабарласыңыз, жазыңыз, звондаңыздар. Байталдар 380-ден дейді, 370-ке берем дейді, енді сауда болады. 380. Еркек тайлар 260-тан дейді, жақсы енді. Жуан көрді еті де нормально. Байланған бие 560 дейді. Мына семіз тай сатылып кетті, 320 мың теңге болды. Мына тайлар 250-ден дейді, оптым. Мына бағылған кішкентай ғана тай 255 мыңға сатылды. Арықтау биеге 400 мың сұрап жатыр. Жас. Құлыны 140 мыңға кетті. Өшім жекелеп биелер 430 мыңнан сауда бар. Өтемі өтпей ма? Бәрі қорқып жатыр. Городскойлар. О, успех. Мына құнанда 120-дан дейді. Сауда болып жатыр, 250-ден беріп жатыр. Құлының бойы мощный екен, енесімен бірге 800 мың теңге дейді. Желіні жоқ бірақ биенің. Көк айғыр Қырғызстаннан дейді. Қаншадан? 6 жасар, 1 миллион теңге, характері бар. Номерін айта бер. Номер. 78, 583, 88, 84, қай жеткі? Бұрындайский. Көрсетіп қойған. Достар, мінекей бір ірілеу, здравый бие бар екен. Құлыны бірақ сатылып кетті, 500 мың теңге, жастау бие.
Қолына 270 дейді сатылған бағасы, бірақ кішкене сомнение бар. 270 емес ау. Бірақ бойы мінекей бір жасар таймен бірдей. Бір 6, сондай 5 айлық құлын ғой. Еркек құлын 170 дейді, сауда бар. Күнге жарқырап тұр енді. Дөнен дейді. 550 мың теңге, мінгі жуас. Бірақ астыңғы ерні чөді шығып кетті алдына. Ыстықтан сияқты. 2 жасар құнан дейді. Тяжеловоз, қасқасы бар, российский. Бірақ скорость бар дейді, резвый. 700 мың теңге саудасы бар. Әдемі енді, жуан. Яқта көк айғыр тұр, 600 мың теңге. Стойкасы бір түрлі енді, 600 мың. Мына байтал бар екен, 450 мың сұрап жатыр. Алушылар 350 беріп жатыр. Еті зор енді. 400 мың санаңыз ал дейді. Саудагер ағамыздың аттары, сондықтан телефон бермейді әрине. Мына 1 жасар примерно бұқалар 190 мыңнан сатылды. Семіз байланған биелер 650 мыңнан. Зор, жас бие, жуан енді, от души бие екен. 600 мың дейді. Енді мынамен салыстырыңыз. Мына байтал 460 мың. Какой резон байтал алғанша? 100 мың қосты, 550 мыңға бие. Достар, қараңыз, қандай мощный үйірдің айғыры табылды. Қандай жуан. Навалтайский порода, тияғының өзі қандай кубалды. Пресшіппен ақ байлап қойыпты. Өте жуас. 700 мың дейді. Мына биелер де сатылады. Бұлар да жуан, енді керемет биелер, апачилер. Бұлар 550 мыңнан. Номер тұр, экранда хабарласыңызға болады. Достар, литовская 8 жасар құлынды бие, құлын орғаш. 1 400 000 мыңға сатылды дейді. Бірақ 1 400 000 емес шығар. 1 200 000, 1 миллионның үсті болды. Потому что 1 400 000 сұрап тұрған. Қазір нақты сатылған бағаны айтпай жатыр. Бой биік енді, 170. Жуан бие. Биік айғыр. Бірақ жіңішкелеу 1 миллион дейді. Достар, срочно инвестор керек. Осындай тайларды аламыз, құдай қаласа 200-220 мыңнан оптым ВКО-дан. 80-90 мың саламыз жем шөліне. Бұлар енді кем деген 200 килограмм ет берсе 2300 болатыр баға қазір. Пайдан жартылай бөлеміз. Номерім тұр, экранда срочно хабарласыңыздар. Жем шөп те арзандап жатыр, бәрі күшті, енді күшті момент ұстап қалыңыздар. Шли, бірақ майда болмасын, 5 миллион ақшаңыз болса, маған тікелей хабарласыңыздар. Мына қора 450 мыңнан дейді. Мыналар круговой 400 мыңнан дейді. Ірі қара қой қалды. Мына ақбасқа 300 мың сұрап жатыр. Тана сатылды. 120 мың болды. Мына сары тана да сатылды. 90 мың болды. Мына тана сатылып кетті. 40-қа деп, білмейміз, скорее всего 240 болды деймін. Семіз бағылған сиырлар квадратный 400 мыңнан дейді. 2-5 жасар сиыр жем жеген 370 дейді болатын жері. Ірі сиырлар 60 сделай дейді, 360-қа түсіп жатыр. Осындай бұзауларға 150 мыңнан сұрап жатыр, еркек. Қатарынан бірдей бұқалар 300 мыңнан. Мына тоқалға 350 мың сұрап жатыр. 245 сұрап жатыр. Мына үлкеніне, мынау 190 сауда бар. Қанша? Мына 2 тана 250 мыңнан орғашыма. 140 дейді, саудасы бар.
Мына бұзауға 100 мың сұрап жатыр ағаш. 9 ай дейді. $230 дейді мына бұқа. Мына сары сиыр сатылып кетті, 310 мың дейді. Мынаған 300 мың сұрап жатыр. 290 сұрап жатыр мынаған. Жақсы баға. Мынандай бұқалар 210 мыңнан сұрап жатыр. Мына бұқа 180 мың дейді. 15 литр бар дейді. Екінші тума сиыр 450 мың. Мына ақбас бұқа 160 мың дейді. $360 мың теңге ала. $150 мыңнан сауда бар. Мына бұзауға 135 мың сұрап жатыр. Бәрі еркек. 220 мыңнан келісеміз дейді. Мына ақ қорғашы бұзауды 100 мыңға бере саламын дейді. Мына бұзаулар 60 мыңнан еркектер. Еркек 200 мың дейді, саудасы бар. Асау сияқты. Мына ұрғашы бұзау әдем 70 мыңға бере салам дейді. 125 мың. Кәдімгідей бизнес. Жекелеп сатылмайды. Оптым ғана 120-дан. Еркек бұзаулар 70 мыңнан сауда бар. 4 тоқты. Бәрін алсаң 25 мыңнан берем дейді. Стоит сияқты. Арғы 4 тоқтыны 30 мыңнан дейді. Бәрін алсаң. Мына қошқар 130 мың. Мына ек қозы сатылды 25 мыңнан. Мына үлкен ақ қошқар 170 мың дейді. Тоқтылар 28-30 мыңнан. Тоқтылар 45 мыңнан. Мына арықтау еркек құнанды 360 мыңға алыпты. Мына саулыққа 48 мың сұрап жатыр. Үсті диван қошқарлар 250 мыңнан сұрап жатыр. Құйрығын өзі әрең көтеріп тұр. Кішкене арзандаған құсайды 28 мыңнан дейді мына қозыларды. 15-тен дейді. 25 мыңға алынды мына тоқты. Гисар тұсақ қойлар 90 мыңнан дейді. Жемчужина. Енді қызықтылар атыра елдің бәрін. Кішкентай қозылар 18 мыңнан дейді. Меринос сектер 42 мыңнан. Қозыларды 18 мыңнан берем дейді. Базар енді төмен 16 мыңға сұрап жатыр. Сау сияқты бірақ. Мына ек қозы болар жер 14 мың дейді. 37 мыңға берем дейді. Сектер 37 мыңға. Саулы қиш 55 мыңнан. Достар, соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Видеоны аяқтаймын. Жоңышқан қазір Алматыда 1400 және де одан да төмен бағада табуға болады. Реклама қабылдаймын. Рекламасыз біз сияқты каналдар өледі. Құны 20-30 мың теңге болады. Осындай 30 секундтық ставка. Ол енді керек нәрсе. Өйткені бір күн уақытымыз кетеді. Бір жексенбі. Ары қарай шұғыл, срочно инвестор керек, ақша керек, тайларды алу керек. Уже сезон басталды. Бұл тек қана біздің пайдамыз болмайды, елге де көмек. Өйткені бәрін видеоға түсіремін. Социальное инвестирование жастар да үйренсін. Давайте сау болыңыздар. Номерім тұр экранда.